Балықтар неге сөйлемейді? Ертеде сиқырлы көк теңіздің астында балықтар патшалығы өмір сүріпті. Олар бір-бірімен өте тату-тәтті тұрыпты. Достықтарының, еңбексүйгіштіктерінің арқасында басқа патшалықтарға да үлгі бола білген. Барлық патшалық балықтар патшалығына қызыға қарайды екен. Өйткені балықтар күндіз тынымсыз еңбек етіп, кешке көңілді сауық-сайран құратын болған. Олар теңіз бетіне шығып, әртүрлі іс-қимылдар арқылы бидің түрлі тәсілдерін көрсетіпті. Би ырғағымен әртүрлі әуендер салған екен. Сол әдетпен тағы да балықтар теңіз бетіне шығып, ән салып, би билеп думандатады. Оны естіген құбыжық теңізге келіп, шат-шадыманға бөленіп жүрген балықтарға тап беріпті. Көптеген балықтар құбыжықтың құрбаны болған екен. Ал қалғандары теңіз астындағы өз патшалықтарына қашып құтылыпты. Бірақ содан бері олардың ешқайсысы қатты қорыққаннан болар сөйлей алмай қалыпты. Одан кейін де қанша жылдар өтсе де сол сөйлемеген күйі сөйлемей қала беріпті. Бірақ балықтар сөйлемесе де бір-бірімен қанаттарының, құйрықтарының, желбезектерінің көмегімен түсінісетін болыпты. Міне, балықтардың неге сөйлемейтінінің сыры осындай оқиғалардың салдарынан.